маған 1 метр радиустағы жансыз заттарға әсер етіп, оларды бастапқы күйіне қайтаруға мүмкіндік береді. Бірақ іс жүзінде мен кітапты бастапқы күйіне қайтаруға тырыстым. Ол кітап болып қала берді. Мен сүлгіні бастапқы күйіне қайтардым. Ол сүлгі болып қалды. Осылайша, зомби апокалипсисі басталғаннан кейін 3 ай өткен соң, менің дос қызым Крекердің соңғы пакетін алып, басқа жігіттің көлігіне отырды. Тіпті артына қарамай, кетер алдында аяғымның астына бос кесе кеспе лақтырды. Мен қаңғыбас ит сияқты болдым. Мені кінәлама, балам. Сенің қабілетің тым түкке тұрғысыз. Мен сенімен қалсам, аштан өлемін. Шарасыздықтан мен мына бос стақанға қарап қалдым да. Оны бастапқы күйіне қайтару туралы ақылсыз ой келді. Ауада сиыр етінен жасалған бұқтырманың бай дәмі төгілді. Жыртылған қаптаманың астында ұқыпты бүктелген кеспемен дәмдеуіштердің 3 пакеті жатты. Мен қатып қалдым. Бұл менің қабілетімнің әлі де пайдасыз емес екенін білдіреді. Біз бәріміз оны дұрыс түсінбедік. Бастапқы күйіне оралу деп аталатын нәрсе заттың 1 секунд бұрынғыдай болғанын емес, оның зауыттық күйіне бос кеспе шынаяққа оралғанын білдірді. Оның бастапқы күйі жаңа, ашылмаған кеспе шынаяқ. Жүрек кеудесінде барабан тәрізді соғып тұрды. Бірақ қорқыныштан емес, қуанышты толқудан. Мен тоналған дүкеннің айналасына қарадым. Сөрелерде жыртылған жеңіл тағамдар пакеттері, бос сусын бөтелкелері жатты. Қалғандары үшін бұл жай ғана қоқыс болды. Бірақ мен үшін бұл түбі жоқ қазына болды. Мен асықпай кеспе суын қайнаттым. Ақыр заман кезінде тағамның иесі қажетсіз назар аударуы мүмкін. Мен 2-ші қабаттағы қоймаға абайлап кіріп, есікті ауыр сөрелермен қоршадым. Маған ештеңе қауіп төндірмейтініне көз жеткізгеннен кейін ғана мен экспериментке кірістім. Мен бос шынаяқты еденге қойып, ойша жаңартуды айттым. Алдымдағы кесе әрең дегенде дірілдеп кетті. Сол кезде менің алдымда тез дайындалатын кеспенің жаңа порциясы пайда болды. Мен толқуымды әрең басып, қайта-қайта айта бердім. 10 минуттан кейін менде 60 пакет тез дайындалатын кеспеден тұратын шағын тау пайда болды. Менің қуатым 10 секундқа қайта зарядталды. Яғни мен кеспелерді шексіз мөлшерде ала аламын. Содан кейін мен қасындағы нағыз бос кеспеге қарадым. Су бөтелкесі. Жаңарту. Менің алдымда әп-сәтте 500 мл тазартылған суы бар бөтелке пайда болды. Мен еденде жатқан алғашқы медициналық көмек қобдишасына қарадым. Оның ішінде тек бос корпус қалды. Жаңарту. Менің қолымда жаңа алғашқы медициналық көмек қобдишасы пайда болды. Менің тынысым жиілеп кетті. Тамақ, су, дәрі-дәрмек ең құнды ресурстар. Ақыр заман кезінде мен үшін қазір сарқылмас болды. Лыруан, менің қабілетім түкке тұрғысыз деп айтпадың ба? Сәл күте тұр. Bir күні сен менің тіземе келіп, саған бірдеңе беруіңді өтінесің. Мен келесі 3 күнді қоймада қамауда өткіздім. Мен қоймадағы бос пакеттердің тауымен көбірек тамақтана алар едім. Чипсы, крекер, шоколад, бәрі жеуге жарамды. Мен мұның бәрін бірнеше үлкен жәшіктерге айналдырдым. Сусындар мен бөтелкедегі су жарты бұрышталды. Ең бастысы, мен дүкеннен бос газ баллоны мен портативті кемпинг плиткаларын таптым. Енді мен өзімді ыстықтай пісіре аламын. Мен тамақтанып жатырмын. Қоймадағы барлық терезелерді жапқаннан кейін мен суды қайнатып, дәмдеуіштердің 3 пакетін жұлып алып, тез дайындалатын кеспелерді қайнаған суға ақырын салып қойдым. Бұл көптен бері ұмытылып бара жатқан хош иіс танауымды толтырған кезде мен көз жасымды тыя алмадым. Мен жылап, ашкөздікпен тамақтандым. Бұл апокалипсис басталғаннан бергі ең қанағаттанарлық және қауіпсіз тағам болды. Тойып болған соң, мен анық ойлай бастадым. Бұл жерде жасырынудың амалы жоқ. Ерте ме, кеш пе, бұл дүкенді зомбилер басып қалады, немесе басқа тірі қалғандар тауып алады. Маған қауіпсіз жер табу керек болды. Оның үстіне маған қару керек болды. Бұл айдалада тамақ пен су болмаса, сойылатын қозы болар едім. Мен барлық керек жарақтарды 2 үлкен рюкзакқа жинадым. Сосын есікті сәл ашып, сырттағы әлемге қарадым. Көшеде мақсатсыз кезіп жүрген бірнеше зомби бар. Мен терең дем алдым. Мен өзім жаңартқан жеміс пышағын алдым. Ол қазір жаңа сияқты өткір. Кететін кез келді. Шығу жолы шиеленісті болды. Бірақ ешқандай оқиғасыз. Мен зомбилердің көпшілігін кездестірмеу үшін артқы аллеялардың лабиринтін пайдаландым. Мен қаңғыбастарға тап болғанымда, ол дірілдеп тұрғанда, мен бір банка коксты мүмкіндігінше қатты лақтыратынмын. Мен оны пышақпен аяқтайтынмын. Менің мақсатым батыстағы Блюбейдегі үйлер болды. Бұл өте жақсы күзетілетін, әйгілі балық аулайтын аудан болды. Қабырғалары биік және қалың болды. Олар ең болмағанда басында біраз уақытқа созылатын еді. Одан да маңыздысы, менің ата-анамның үйі сонда болды. Ақыр заман болған кезде мен мектепте болдым. Және ата-анаммен байланыс үзілді. Енді менің жалғыз мақсатым оларды табу болды. Бірақ көк шығанаққа саяхат мен күткеннен де қиын болды. Қала толығымен сал болып қалды. Қараусыз қалған өліктер барлық негізгі жолдарды басып қалды. Мен өз жолымда тым көп қайғылы оқиғаларды көрдім. Керек жарақтардың кесірінен төбелес басталды. Сол кезде мен Люананың сатқындығы осы қатыгез әлемде әділетті болуы мүмкін екенін түсіндім. Бұл ең кішкентай бөлігі. Бұл жерде адамзат қазірдің өзінде күйреп үлгерді. 3-ші күні күн батқанда мен ақыры көк шығанақтың шетіне жеттім. Биік темір қақпалар мықтап жабылды. Мен қабырғалардағы күзетшілерді көрдім. Күткендей, бекініс тірі қалғандардың жемісіне айналды. Мен жақын жерде жасырынып, ұзақ қарап тұрдым. Кешенге кіру үшін маған тексеруден өту керек болды. Сондықтан мен заттарымды жинап, керек жарақтардың көп бөлігін жасырдым. Мен кәрізге түсіп, өзіммен бірге 2 бөтелке су мен 1 бума креке алып келдім. Мен өзімді қарапайым, босқындар сияқты сезініп,
қақпаға қарай бет алдым. Тоқта, кім келе жатыр? Қабырғадан қатты айқай естілді. Мен қолымды көтеріп, жоғары қарадым. Менің бетім шаң мен кірден кір болды. Мен осында тұрамын. Менің атым Ленфан. Мен 17-ші ғимаратта тұрамын. 17-ші ғимарат, Ленфан. Растаңызшы. Жоғарыдағы адам бір сәт үнсіз қалды. Шамасы рацияға қарап. 1 секундтан кейін қақпа сәл ашылды. Қолында темір құбыры бар қырағы адам сыртқа шықты. Куәлік, деді ол қысқаша. Мен қалтамнан алдын ала дайындаған куәлігімді алып создым. Оған. Ол оны тексерді, сосын маған басынан аяғына дейін қарады. Тек сен ғана, керек жарақтарың қайда? Ол сұрады. Мен басымды төмен түсірдім. Даусым дірілдеп кетті. Дәл осындай жағдайда болуы керек. Мені жолда тонап кетті. Менде қалғаны осы ғана. Әлгі адам қабағын түйді. Ол маған сенбегені анық. Бірақ менің нәзік келбетімді және аянышты келбетімді көргеннен кейін ол біраз босаңсыды. Кіріңіз, бірақ ережелерді есте сақтаңыз. Жаңадан келгендердің барлығы керек жарақтарының жартысын қайта бөлуге беру керек. Менің жүрегім ауырды. Бақытымызға орай, мен бұған дайын болдым. Сондықтан мен мойынсұнушылықпен бас изеп, оған бір бөтелке су мен идем бердім. Крекер пакеттері. Ер адам оларды алды. Оның көзінде менсінбеушілік пайда болды. Бірақ ол әлі де қолын бұлғап, менің жанымнан өтіп кетті. Мен кешеннің ішіне кіргенде тыныс алуым жеңілдеп қалды. Жағдай шиеленісті болды. Бірақ ең болмағанда, бұл жерде тәртіп орнады. Адамдар аумақты патрульдеді, басқалары қорғанысты күшейтті. Қоғамдық орталыққа әйелдер мен балалар да жиналды. Ол апокалипсистің ортасында, сырттағы қырғыннан уақытша үзілген арал сияқты болды. Тіркеуде тұрған кемпір маған қазір бәрін Бау аға деген адам толтырып жатқанын айтты. Ол бұрын жылжымайтын мүлік менеджер болған. Ақыр заманнан кейін ол жер элементінің күшін оятып, адамдарды қорғау үшін жасақ жинады. Барлық тұрғындар ортақ іске қосқан үлесі үшін ұпай санына қарай күнделікті рацион алатын. Көбірек ақша табу үшін патрульдік немесе логист отрядына қосылу керек болды. Мен өзімді нашар сезінетінімді айтып, бөлімшелердің ешқайсысына қосылмадым. Қазір мен үшін ең бастысы ата-анамды табу. Жүрегім мазасызданып, үйге қарай жүгірдім. Бірақ мен бұрындалған есіктің сынғанын және оның ішінде бәрі төңкерілгенін көрдім. Мұны көргенде жүрегім ауырды. Мен ішке кіріп, анам мен әкемді қатты шақырдым. Бірақ оның орнына тек өлімші тыныштық орнады. Жауап: қонақ бөлмесіндегі үстелдің үстінде жұқа шаң қабаты болды. Бұл олардың бірнеше күннен бері үйде болмағанын білдіреді. Еденде ұры іздері көрініп тұрды. Бірақ қан жоқ. Мүмкін бұл тағдырдың мейірімі шығар. Мен еденге құлап түстім. Мені бұрын соңды болмаған абыржу мен қорқыныш биледі. Мен қайда іздеу керектігін білмедім. Сыртта аяқ дыбысы естілгенде мен аң-таң болып отырдым. Мысқылдай дауыс шықты. Сонымен біз біреуді сағынған сияқтымыз. Мен басымды көтеріп, есік алдында тұрған екі адамды көрдім. Алдыңғысы қырынған, маған жасырын ашумен қарап тұрған. Мен оны таныдым. Бұл Скорпион. Бау ағаның кішкентай қолбасшысы еді. Скорпион жалап алды. Оның көзқарасы маған кесу тақтасындағы бір кесек ет сияқты сырғып кетті. Сіздің отбасыңыздың басшысы өткен күні Бау ағаға ортақ іске қосқан үлесі үшін бірнеше ұпай қарыз болды. Олар қуылды. Бұл жер қазір біздікі. Мен көзімді қысып алдым. Сен менің ата-анама не істедің? Оларды жай ғана қуып жіберді. Ақыр заман кезінде пайдасыз адамдар осылай әрекет етеді. Бірақ сен онша жаман емес сияқтысың. Егер сен қалуға және біздің тапсырмаларымызды орындауға, біз үшін бірдеңе істеуге дайын болсаң, біз сені осында қалдыруымыз мүмкін. Мен соншалықты аңғал едім. Бұл жер тыныш айлақ деп ойладым. Бұл жерде джунглидің бірдей заңдары бар екені белгілі болды. Олар жақындаған кезде мен байқамай рюкзактың бүйір қалтасына қолымды создым. Ол жерде жеміс пышағы бар еді. Мен оны жылтыр етіп қайрадым. Бірақ мен өз өмірім үшін күресуге дайындалып жатқанда, есіктен әйелдің салқын дауысы естілді. Тоқта. Скорпион мен оның адамдары оның кім екенін көргенде орнында қатып қалды. Олардың күлкілері әп сәтте күнге айналды. Есік алдында тұрған әйелдің үстінде қара жауынгерлік киім киген. Ол қолында тантаны ұстады. Оның жүзінен әлі күнге дейін қою қызыл дақтар көрініп тұрды. Оның артынан бірнеше бірдей қорқынышты жауынгерлер ерді. Мен оны танитынмын. Бұл Шен Лин, Блейд капитаны, күзеттегі ең мықты жауынгерлік жасақ. Ол сирек кездесетін металмен жұмыс істеу қабілетін оятты деген қауесет тарады. Оның күші түсініксіз болды. Барыс ағасының ең сенімді қаруы. Шен Лин Шаянға мән бермеді. Ол маған қарап, не болып жатқанын біркелкі дауыспен сұрады. Мен мүмкіндікті пайдаланып, тез сөйледім. Олар мені қорқытпақшы. Скорпионның жүзі өзгеріп, ол өзін түсіндіруге асықты. Капитан Шен, оның бос сөздерін тыңдама. Оның ата-анасы бізге ұпай қарызы бар. Біз олардың мүлкін алуға келдік. Бұл үшін бірге келіп, есікті жабу керек пе еді? Оның дауысы жұмсақ, бірақ оның ішінде абсолютті жау дауысы естілді. Шық. Скорпион кешірім алғандай қашып кетті де, үрейленіп, адамдарын өзімен бірге сүйреп апарды. Қауіп төнген кезде шиеленіскен, денем ақсап, құлап қала жаздадым. Шен Линг сәл қабағын түйіп, маған мұқият қарады. Бұдан былай олардан аулақ жүр. Ол бұдан былай араласқысы келмегені анық және кетуге бұрылды. Мен оны тоқтату үшін тез шақырдым. Капитан Шен, сен менің ата-анамды қайда апарғанын білесің бе? Олардың есімдері Линг Жанго және Ван Шумей. Шен Линг бір сәт ойланып қалды. Сосын есіне түскендей болды.
Бау ағамыз табиғаттан тыс қабілеттері жоқтардың барлығын, сондай ақ қарттарды жіберді. Солтүстік қақпаның сыртындағы қараусыз қалған зауытқа ауыр жүкті көтере алмаған мүгедектер. Ол жерде олардың аман-есен өлуі мүмкін екенін айтты. Менің жүрегім ауырды. Қараусыз қалған зауыт. Тамақ та, қорғаныс та жоқ. Мұның өлімді күтуден қандай айырмашылығы бар? Шен линк кеткен бойда мен бірден есікті жаптым. Мен солтүстік қақпаның сыртындағы зауытқа жетуім керек еді. Маған ата-анамды табу керек болды. Бірақ алдымен күш-қуатымды жинауым керек болды. Мен сөмкемнен шоколадты алып, көңілімді көтеру үшін тез жедім. Содан кейін мен Скорпионның артында қалдырған болат құбырды байқадым. Ол тот басқан және сәл майысқан. Мен оған қолымды қойып, оны жаңарттым. Менің қолымда жылтыр жаңа болат құбыр болды. Бірақ бұл жеткіліксіз болды. Мен ас үйге жүгіріп барып, әкемнің ескі кемпинг жинағын тауып алдым. Онда көп функциялы әскери күрек, балта және пышақ болды. Олардың барлығы ұзақ уақыт әрекетсіздіктен мылқау болып қалды. Мен 3 бөлікті де жаңарттым. Олар қайтадан ұстарадай өткір болды. Түн түскенде мен патрульдік ауысым кезінде үйден тайып кетіп, тыныш солтүстік қақпаға қарай бет алдым. Ол жерде негізгі кіреберіске қарағанда әлдеқайда қаңырап бос қалды. Поста зерігіп, есінеген 2 күзетші ғана болды. Мен оларға кедергі жасамадым. Оның орнына мен бақылау жүйесінен соқыр дақ тауып алып, жақында жаңартқан жаңа арқанды пайдаландым. Мен 3 метрлік қабырғадан оңай өттім. Қабырғаның арғы жағында қаңырап, бос жатқан жер бар еді. Алыстан үнсіз болат аңға ұқсайтын өсімдік көрініп тұрды. Ауада ыдыраудың иісі аңқып тұрды. Қараңғыда зомбилердің гүрілдегені естілді. Мен құбырдан ұстап, еңкейіп, зауытқа қарай тез жүгірдім. Бірақ мен жақындаған сайын жолыма соғұрлым көп зомби түсті. Мен тозығы жеткен қабырғаның артына тығылдым. Зауыттың кіреберісіне қандай да бір шуылға тартылған кем дегенде 10 шақты зомби жиналды. Олар құлыптаулы темір қақпаларды қатты қағып жіберді. Ал ішінен әлсіз айқайлар мен сырсулар естілді. Менің ата-анам сонда болды. Мен шарасыз күйде болдым. Бірақ менің ақыл ойым маған ішке кірмеуімді айтты. Мен жан-жағыма қарасам, зауыт жағынан жерден 4 метрдей жерде орналасқан биік терезелерді байқадым. Мүмкін мен олар арқылы ішке кіре алар едім. Шешім қабылдағаннан кейін мен әрекет ете бастадым. Мен тасты қолыма алып, бар күшімен алыстағы қараусыз қалған көлікке қарай лақтырдым. Тас алдыңғы әйнекке соғылып, қатты сықырлаған дыбыс естілді. Мен күткендей, кіреберістегі зомбилер дыбысқа бұрылып, ақырын сол жаққа қарай қырынды. Осы сәтті пайдаланып, мен зауыттың қабырғасына қарай жүгірдім. Мен рюкзактан арқан алдым. Оның бір ұшы өрмелеу ілгегіне байланған. Мен қолымды бұлғадым. Ілмек терезеге мықтап жабысып қалды. Мен терең дем алып, арқанға ептілікпен көтерілдім де, терезеден тез шығып, зауыттың еденіне секірдім. Бұл тот басқан жабдықтар мен шашыраңқы бөлшектерге толы үлкен өндіріс орны болды. Тесілген шатырдың ішінен ай сәулесінің жұқа сәулелері ғана еніп кетті. Арғы жағынан шеберханада күңгірт жылау мен дау-дамай естілді. Мен дыбысқа абайлап бардым. Сынған станоктармен қоршалған бұрышта мен ондаған тірі қалғандарды, негізінен қарттар мен балаларды көрдім. Олардың арасында мен ата-анамды бірден байқадым. Олар бұрышта бір-біріне жабысып отырды. Анам үнсіз жылап, тізесін құшақтап, ал әкем оны жұбатып, қатты құшақтады. Менің көзіме жас келді. Мен жыладым. Бәрі менің даусымнан дірілдеп, менің бағытыма бұрылды. Ата-аналар кенеттен бастарын көтерді. Олар мені көргенде, олардың жүздеріндегі шатасулар ғана емес, сонымен бірге шынайы қуаныштар да көрінді. Анам айқайлап, маған қарай жүгірді. Біздің 3 адамнан тұратын отбасымыз осы ақыр заманның ортасында бір-бірін қатты құшақтады. Кездесу қуанышы барлық қорқыныш пен уайымды сейілтті. Бірақ көп ұзамай осы әсерлі сәтті жойған дөрекі дауыс шықты. «Ей, сен қайдан келдің?» Бетінде тыртық бар адам бірнеше мықты жігіттердің сүйемелдеуімен алға шықты. Ол мұнда жауапты болғаны анық. Ол менің рюкзагыма аш көздікпен қарады. «Ал сен батыл жігітсің. Сен мұнда жалғыз келгендіктен рюкзактарыңда не бар? Аш, көрейік». Мен ата-анамның алдында тұрып, оған салқын қарадым. «Бұл менікі, ал сенікі». Тыртық күлді. «Мұнда бәрі менікі. Егер сізге қиындық қажет болмаса, рюкзакты беріңіз». Ол сойылын бұлғады. Қауіп анық болды. Оның жақтастары оның артында тұрып, маған жыртқыш сияқты қарады. Олар осында әкелген қарттар мен әлсіздер үнсіз ашумен қайнап жатты. Бірақ олар не болып жатқанын аяушылықпен ғана бақылай алды. Мұны көрген әкем мені өзіне жауып, тыртыққа қарап күлімсіреді. «Бастық, менің ұлым, не болып жатқанын әлі түсінбейді. Оның рюкзактарында тамақ бар. Бәрін алып кет. Тек оған тиіспе. Тым кеш». Скар менсінбей күлді. «Енді мен оның рюкзагын ғана қаламаймын. Мен оның өмірін қалаймын». Ол сөзін аяқтай алмай жатып, Скар маған қарай жүгірді. Менің көз алдымда суық жарық етті. Мен артқа шегінудің орнына алға қадам бастым. Менің болат құбырым жоғары көтеріліп, оның білегіне күшпен тиді. Сықырлаған дыбыс естілді. Скардың білегі табиғи емес бұрышқа бұрылды. Бәрі қатып қалды. Әлгі тентек жігіттің төбелеседі деп ешкім күткен жоқ. Скар ауырып айқайлады. Оның беті бұралып айқайлады.
Сен мені ұрдың, оны ұстап ал, оны ұста. Мен оның дүниеге келгеніне өкінемін. Қарақшылар оянды. Олар айқайлап маған қарай жүгірді. Мен рюкзакты ата-анама лақтырып жібердім де, өзімді қорғау үшін құбырды көтердім. Қарақшылардың бірі маған ағаш таяқшаны сермеді. Мен жалтарып, құбырды бұлғадым. Құбырдың екінші ұшы оның шап аймағына тиді. Ол бірден айқайлап, екіге бүгіліп, жерге құлады. Артық қозғалыс жоқ. Менің әрбір соққым осал тұста болды. Бірақ мен оны асыра алмауға тырыстым. Менің төзімділігім оларды қатты қорқытты. Мен екеуін жатқызғаннан кейін, қалған қарақшылар шошып кетті. Олар тіпті алға қадам басудан қорықты. Ауырсыну мен ашудан беті қисайған Скар сынған білегінен ұстап алды. Кью, сен кімсің? Сенің де қабілетің бар ма? Мен жауап бермедім. Мен оны тек мұздай көзіммен көрдім. Апокалипсистің соңғы айларында бастан өткерген барлық азаптарым осы сәтте қатты ашуланды. Кет немесе өл. Менің қатыгездігім олардың бәрін таңғалдырды. Скардың жүзі дірілдеп кетті. Ол мұндай қауіпті қарсыласпен төбелеседі деп күтпеген. Бірақ текетірес жалғасып жатқанда, фабриканың темір қақпалары саңырау гүрілмен ашылып, артынан екінші соққы, содан кейін үшінші соққы болды. Жұрт дүрбелеңмен үйіндіге қарай ұмтылды. Сырттағы зомбилер қақпаға кіріп кетті. Не болып жатыр? Зомбилер неге кенет ашуланды? Дүрбелең дала өртіндей тарады. Бірақ қарақшы бұған көнбеді. Ол және оның бірнеше қаскөйлері денелері мен қоқыстары бар майысқан қақпаны көтеріп алды. Бірақ зомбилер тым көп болды. Қақпа соққылардан қатты мыжылып қалды. Болт шиеленістен сықырлады. Барлығы шарасыздықтың алдында тұрды. Ата-анам қорқыныштан дірілдеп, қолымды қатты қысып алды. Мен жан жағыма қарадым. Бұл тот басқан ескі темір қақпа еді. Менің басымда бір қызық ой пайда болды. Сосын болат құбырды қолыма алып, жиналғандардың барлығының таңырқаған көзқарасымен мен қақпаға қарай бет алдым. Сен не істеп жатырсың? Сен өлесің, деп айқайлады маған есікті көтерген бұзақылардың бірі. Мен оған мән бермей, алақанымды тікелей суық тот басқан металға бастым. Міне, бәрі маған өз көздеріне сенбей қарап тұрғанда бір керемет болды. Мыжылған, бұралған темір қақпалар уақыт кері кеткендей, бірте-бірте түзеліп, тіпті майысқан жақтауда тегістелді. Бірнеше секунд ішінде олар жылтыр болат есікке айналды. Ол оларды зомбилердің шабуылынан қорғады. Есік мықтап ұсталды. Тек жақтауды күңгірт қақты. Шеберханада өлі тыныштық орнады. Бәрі маған аң-таң болып қарады. Қарақшы қолын жайып жіберді. Аузы сынған білегін ұмытып, маған нұсқап, кекештеніп, сенбе, деп сұрады. Сенің күшің жөндеуде ме? Менің түсіндіруге уақытым болмады. Мен қолымды алып, оған салқын қарадым. Ақыр заманда тек күш маңызды. Менің мейірімсіздігім осы ғажайыппен ұштасып, ақыры қарақшының шешімін бұзды. Ол маған қарады, оның көзінде аш көздік жоқ. Тек терең және жан түршігерлік қорқыныш болды. Менің үлкен ағам бол. Мен кіммен, сенің деңгейіңдегі адаммен қарым-қатынас жасайтынымды білмедім. Өтінемін, маған ренжімеңіз. Мен үндемедім. Мен жай ғана ата-анамның қасына бардым. Анам маған қарады. Оның көз қарасында мақтаныш, уайым және ол мені танымайтындай тағы бір нәрсе бар еді. Мен оның қолынан ұстап, оған жігерлендіріп қарадым. Анашым, уайымдамаңыз, мен сізді тастап кетпеймін. Содан кейін мен үлкен сөмкемнен өздігінен жылынатын күріш, шұжық және бір бөтелке су алып, ата-анама бердім. Анашым, алдымен әкеме тамақ беріңіз. Тамақтың иісі әп-сәтте жұрттың назарын аударды. Қанша уақыт ораза ұстағанын бір Құдай біледі. Аман қалғандар ата-анамның қолындағы тамаққа қадала қарап, сілекейін қатты жұтып, көздеріне шарасыз, аш жылтырап кетті. Тыртықты жүзі мен бандасы одан көзін ала алмады. Тамақ алтыннан да қымбат тұратын ақыр заман әлемінде менің жайбарақат молшылығым оларға қақпаны жөндеуден де қатты әсер етті. Біткеннен кейін мен тыртықпен бетпе-бет келдім. Бұдан былай мен мұнда жауаптымын. Мен ақырын сөйледім. Бірақ бәрі мені анық естіді. Тыртықтың беті дірілдеп кетті. Ақыры ол жеңілгенін мойындап, басын төмен түсірді. Зауыттың бекіністі аумағын басып алу мен күткеннен де оңай болды. Орасан зор күшпен азық-түліктің шексіз қорының алдында тыртықты адамның беделі әп-сәтте құлдырап кетті. Мен оларды қуып жіберген жоқпын. Ақыр заманда адамдар да ресурс болып табылады. Мен оларды күзетіп, аумақты зомбилерден тазартуды тапсырдым. Мен азық-түлік және логистикамен айналысамын. Мен күн сайын өзімді бөлек бөлмеге қамап, керек жарақтарды тексеріп жатқандай кейіп танытып, мүмкіндігінше тезірек тамақ әзірлейтінмін. Қажеттінің бәрі қамтамасыз етілгеннен кейін, адамдардың көз алдында жаңа піскен азық-түлік қораптары пайда болды. Осы уақытқа дейін бәрі маған құрметпен қарады. Олар менің кеңістіктік қабілетім бар деп ойлады, және мен көптеген керек жарақтарды іште сақтай аламын деп ойлады. Азық-түліктің көптігі мен қауіпсіз баспананың арқасында аман қалғандар бірте-бірте қайта тірілді. Менің басшылығыммен қараусыз қалған зауыттың барлығы ретке келтірілді. Анам мен әкем менің оң қолыма айналды. Маған адамдарды басқаруға және керек жарақтарды таратуға көмектесті. Олар қайтадан басқалардың алдында абырой мен мақтанышқа ие болды. Олар күн өткен сайын жандана түсті. Бәрі ойдағыдай болды. Бірақ бір ой мені мазалады. Бұл Блю Бэй тұрғын үй кешені еді. Басқарушы бау менің ата-анам сияқты қорғансыз қарттарды қуып жіберіп, оларды өз тағдырына қалдырды. Мен онымен әлі де тіл табысып жатырмын. Сонымен қатар,
Blue Bay'da қорғаныс пен жағдай осы қираған зауытқа қарағанда әлдеқайда жақсы болды. Мен ата-анама және қасымда қалғандардың барлығына нағыз үй сыйлағым келді. Қайтып оралып, баумен айналысатын кез келді. Бір аптадан кейін мен бәрін дайындадым. Мен қалпына келтіру қабілетімнің көмегімен зауыттан тапқан бірнеше қараусыз қалған скутерлерді зараттап, оларды жаңа сияқты ретке келтірдім. Мен сондай-ақ ондаған жаңа қорғаныс костюмдерін, дулығаларды және металл шұлықтары бар етіктерді жасадым. Қару-жараққа келетін болсақ, болат мәйіттер мен балталардан басқа, мен зауытта болат жинап, одан өткір найзаларды соғуды бұйырдым. Тыртық пен оның айналасындағыларға келетін болсақ, олар маған сүйекке дейін адал болды. Мен оларға тамақ пен қан бердім. Бұл ақыр заманда құтқару болды. Мен Скарды қоса алғанда, команданың ең мықты 20 мүшесін таңдадым. Кетер алдында мен оларға қарап, жігерлендірдім. Бұл жолы біз қайыр сұрау үшін емес, өзімізге тиесілі нәрсені алу үшін ораламыз. Көк шығанақтың қабырғалары берік, үйлері жайлы. Біз мұнда шынымен қауіпсіз үй саламыз. Менімен бірге болғандардың бәрі ішке кірсін. Ешкім тартынбады. Менің не істей алатынымды көріп, олар маған соқыр сеніммен қарады. 20 көліктен тұратын колонна көк шығанаққа қарай жылжыды. Біз солтүстік қақпаға жеткенде, қабырғадағы күзетшілер біздің жақсы қаруланған тобымызды көргенде бізді байқады. Олар орнында қатып қалды. Тыртық, олар сені қуып жібермеді ме? Сен неге қайтып келдің? Скарфейс енді менің адал адамым болды. Ол бойын тіктеп, қатты және анық жауап берді. Біз Бау ағамен істі талқылау үшін осындамыз. Ал сендер бизнеспен айналысасыңдар. Күзетші күлді. Мен көліктен түсіп, алдыңғы орындыққа қарай жүрдім де, жайбарақат барып, Бау ағаға айт, дедім. Лин Фан қайтып келді. Күзетші мені танымады. Бірақ мені топтың ортасында көргенде, ол менің бір нәрсені білдіретінімді түсінді. Қысқа үзілістен кейін ол рацияны қосып, хабарламаны тізбек арқылы жіберді. Көп ұзамай солтүстік қақпа ашылды. Бауының ағасы үлкен командамен шықты. Оның ішінде Шен Лин, бұрынғы күзет жасағының капитаны. Бауының ағасы жасы 40-тан асқан, сымбатты, көзі көрмейтін, тәкаппар адам еді. Ол біздің топты, әсіресе біздің жаңа құрал жабдықтарымызды және тартымды келбетімізді көргенде, оның көздерінде таңданыс пен ашкөздік пайда болды. Жарайды. Лин Фанның інісі. Көптен бері бір-бірімізді көрмедік. Джекпотты қайда ұрдың? Бау бауырым, мен бірден іске кірісемін. Мен өз адамдарымды Blue Bay'ге ауыстырғым келеді. Бау ағамыз өте күлкілі бірдеңе естігендей әрекет етіп, қатты күлді. Інім, сен ояндың. Мен көк шығанақ үшін күрестім. Мен сені неге кіргізуім керек? Осыны айтқан соң саусақтарымды шертіп жібердім. Менің артымда тыртықты адам тартпаны көтерді. Оны ашқаннан кейін мен мөрленген, сығындалған печеньелердің толық пакетін таптым. Бау ағаның күлкісі әп-сәтте өшіп қалды. Оның артында тұрған күзетшілердің бәрі тынысы тарылды. Blue Bay'де күшті қорғаныс болғанымен, адамдар неғұрлым көп болса, соғұрлым көп тұтыну. Тамақ әрқашан тапшы болатын. Олардың күнделікті рационында бір үзім қара нан әрең болатын. Мына тамақтың бәрін қайдан алдың? Оның қайдан келгенін білудің қажеті жоқ. Маған бір ғана жауап керек. Біз бірге жұмыс істейміз бе, жоқ па? Бау ағамыздың көзі бақырайып кетті. Сіз қандай ынтымақтастықты ұсынасыз? Бұл қарапайым. Менің халқым осында көшіп келеді. Біз азық-түліктің бір бөлігін қамтамасыз етеміз. Сіз қауіпсіздікке жауаптысыз. Біз бұл жерді бірге басқарамыз. Бау ағамыздың беті қарайып кетті. Інім, сен тым көп сұрап тұрсың. Мен осы базаның командирімін. Мен бейтаныс баламен билікті қалай бөлісе аламын? Бұл менің тең шарттарым. Егер сіз келіспесеңіз, біз төбелеспен күресеміз. Төбелеспен күресіңіз. Сіз небәрі 20 адамсыз. Шен Линг, сіз оның қарамағындасыз. Шен Линг және оның артында тұрған пышақтар тобы бірге алға шықты. Ауа әп-сәтте өлтіруші аураға толды. Пышақтар отряды Blue Bay'дің жеңгесі болды. Оның әрбір мүшесі шайқаста шыңдалған қабілетті қолданушы болды. Менің адамдарым әп-сәтте шиеленісіп кетті. Тек мен ғана тынымсыз қалдым. Мен бір кездері маған көмектескен Шен Линг есімді әйелге қарадым. Ол да маған қарап тұрды. Оның көздерінен қызығу мен таңданыс оқылды. Капитан Шен, біз де ішке кіре алмаймыз деп ойлайсың ба? Шен Линг сөйлемей тұрып, бір сәт үнсіз қалды. Лин мырза, сіз өте күштісіз, бірақ көк шығанақта 200 күзетші бар. Зорлық, зомбылық пен бұзу сіз үшін ештеңемен аяқталмайды. Жақсы. Оның сөздері достық ескерту болды. Бау ағамыз жеңіспен күлді. Мұны естідің бе? Тағдырды бастан өткерме. Бар тамағыңды бер. Мен саған және сенің ата-анаңа осында қарапайым тұрғындар сияқты тұруға рұқсат беруді ойлайтын шығармын. Сенің халқың үшін оларды келген жеріне жібер. Бұл оның жауабы еді. Менің барлық керек жарақтарымды ал. Содан кейін менің барлық адамдарымнан құтыл. Қандай ептілік. Мен күлдім. Енді бұл туралы сөйлесетін ештеңеміз жоқ сияқты болдым. Мен оң қолымды ақырын көтеріп, оның арқасынан кешендегі ең биік тұрғын үйді көрсеттім. Мен оларға қарап, ақырын және анық айттым. Мен саған соңғы мүмкіндік беріп жатырмын. Мені кіргізші, әйтпесе мен бұл ғимаратты жоғалтып аламын. Менің сөздерімнен бөлмеде қорқынышты тыныштық орнады. Содан кейін саңырау күлкі естілді. Бау ағамыз көзіне жас алғанша күлді. Шен Линг, естіп тұрсың ба? Бұл менің жыл бойы естіген ең күлкілі сөзім. Бірақ Шон Линг күлген жоқ. Ол жай ғана маған қатты қарады. Оның көздері өлі және байсалды болды. Ол мені қалжыңдамағандай сезінді. Мен шынымен қалжыңдамадым. Жүзімдегі күлкімді өшіргеннен кейін мен кері санақты бастадым. Бау ағамның жүзіндегі күлкі қатып қалды. Бәрінің күлкісі тоқтады. Олар бір-біріне қарап, бірдеңе дұрыс емес екенін сезіне бастады. Бұл 30 қабатты мұнара көгілдір түсті.
би кешенінің көрнекті ғимараты және көптеген күзетші отбасылардың үйі болды. Мен олардың біріне соқтығысқанымда, бау ағам ақыры айқайлап, үріп, тістемей қалды. Айла амалдарыңды доғар, оны жерге қой. Бірақ тым кеш болды. Мен санауды аяқтаған секундта, қолым жететін жерде ештеңені көздемей, күшімді босаттым. Бірақ менің күш қуатымның диапазонын абсолютті максимумға дейін толық қуатқа жеткізгеннен кейін, мен өзімнен жүздеген ярд қашықтықтағы үлкен ғимаратты көздеп, өзімді сергітемін деп ойладым. Бүкіл әлем тыныштыққа батып кеткендей болды. Жүздеген қорқынышты көздердің алдында бұл 30 қабатты зәулім ғимарат теледидардың нашар сигналы сияқты жыпылықтай бастады және есінен танып қалды. Оның сұлбасы бұлдырап, жоғала бастады. Бір секундтың ішінде ғимарат пен оның ішіндегі барлық нәрсе буланып кетті. Тек бос іргетас қалды. Ештеңе болмағандай. Адамдардың жүздері қатып, шок пен сөзбен айтып, жеткізгісіз сұмдықты білдірді. Бау ағаның адамдары ақыры абдырап қалды. Олар қаруларын лақтырып, айқайлап, кім қайда қашып кетті. Бау ағаның өзі ақыр заманнан құтылғандай жерге құлап түсті. Оның үстіне күл сұр жүзі мен дірілдеген ерні бір ауыз сөз айта алмай қалды. Оның 200 адамнан тұратын күзетшісі әп-сәтте ыдырап кетті. Шенлин мен оның артындағы қылышшылар отряды абдырап қалған жоқ. Бірақ олардың жүздерінен тек сілкініс пен үрей ғана көрінді. Шенлиннің қылышын ұстаған қолы сәл дірілдеп тұрды. Ол маған қарады. Оның көзқарасы мүлде өзгерді. Ол шебер тірі қалған адамға емес, жерге түскен Құдайға қарады. Мен ақырын қолымды төмен түсіріп, қозғала алмай жерде жатқан бау ағамның қасына бардым. Ол маған құбыжық сияқты қарап, бүкіл денесімен дірілдеп тұрды. Енді мен өз адамдарымды кіргізе аламын ба? Бау ағамыз ашуланып, бір жаққа қарай жорғалап, өткелді босатып жіберді. Мен оған мән бермедім де. Артымда тұрғандарға бұрылдым да, Шамалицкий және басқалар сияқты есеңгіреп қалғандарға қалаға баруын айттым. Сонда ғана менің командам есінен танып қалды. Олар маған құрметпен қарады. Олар көшбасшысының мықты екенін білді. Бірақ оның бүкіл ғимаратты жермен жексен етуге қабілетті екенін елестете де алмады. Бұл қандай күш? Мұндай көшбасшымен ақыр заманнан аман өту қиын болмайды. Біздің топ Blue Bay тұрғын үй кешеніне көшті. Бәрі бізге құрметпен қарады. Бірақ ешкім біздің жолымызға түсуге батылы бармады. Шен Линг және оның қылышшылар отряды еріп келе жатқандай үнсіз артымыздан ерді. Сол күннен бастап мен Blue Bay резиденциясының жаңа иесі бар екенін білдім. Blue Bayге қоныстанғаннан кейін менің бірінші жұмысым осы болды. Бауырым және оның басты бұзақылары барлығын қамауда ұстады. Мен оларды өлтірмедім. Мен оларды жай ғана күшімнен айырдым. Эволюциядан кейін менің жаңару қабілетім тірі организмдерге де әсер ете бастады. Мен адам ағзасын жаңартып, оның мінсіз денсаулығын қалпына келтіре аламын. Және, әрине, мен олардың ішіндегі күштің өзегін жаңартып, оны оянғанға дейінгі күйіне қайтара аламын. Жер элементін пайдаланған бауының ағасы дәрменсіз семіз адамға айналғанда, ол мүлде бұзылып кетті. Шен Линг пен оның жүздер отрядына келетін болсақ, мен оларды өз жағыма тартуды жөн көрдім. Олар нағыз күрескерлер еді. Олардың ар-ұжданы әлі де бар еді. Ақыр заман әлемінде сирек кездесетін қасиет. Мен Шен Линнің көзінше шайқаста күңгірттенген тантаны жаңарттым. Содан кейін жарамдылық мерзімі өтіп бара жатқан антибиотиктер қорабын жаңарттым және олар жаңа сияқты жақсы болды. Шен Линг мұның бәрін бақылап, ақыры түсінді. Менің қабілетім кеңістікті сақтау емес, және жөндеу емес. Бұл оның түсіне алмайтын нәрсе еді. Бұл табиғи заң сияқты дерлік. Күштің тереңдігі сонша, ол негізгі заңдардың өзіне әсер етті. Шен Линг ұзақ уақыт үнсіз қалды. Содан кейін ол маған тағзым етті. Сол күннен бастап пышақтар отряды. Біз сенің бұйрықтарыңды орындаймыз, ал пышақтар отряды менің жағымда. Мен шынымен Blue Bay резиденциясын бақылауға алдым. Мен жаңа ережелерді орнаттым. Дарынды ма, жоқ па, бәрі жұмыс үшін тамақ алды. Менің шексіз қорларымның арқасында мен оларды тез жеңіп алдым. Сонымен бірге мен қоғамдағы барлық тәртіпсіздіктерден арылдым. Менің басшылығыммен Blue Bay толығымен өзгерді, гүлденді және тірі болды. Ата-анам маған мақтанышпен және қанағаттанушылықпен қарады. Олар менің қабілетімнің шын мәнінде қандай екенін ешқашан сұраған емес. Олар ұлының есейіп, сенетін адамға айналғанын ғана білді. База сағат механизмі сияқты жұмыс істей бастағанда, мен одан да маңызды нәрселер туралы ойладым. Менің қабілетімнің шегі қандай? Мен тез дайындалатын кеспелерді жаңартып отырдым. Мен бүкіл ғимаратты жаңартып отырдым. Тірі адамды жаңартуға бола ма? Мен ұрыста зомбилер тырнап алған күзетшіні таптым. Ол қазірдің өзінде өзгере бастады. Бәрі оны енді құтқару мүмкін емес деп ойлады. Мен бәрін жіберіп, есікті жауып, маңдайыма қолымды қойдым. Жұмсақ ақ жарық күзетшіні орап алды. Оның азапты ыстырсыған үні бірте-бірте басылды. Оның денесіндегі мутациялар азырақ байқала бастады. Мен оның жарасының созылып жатқанын көрдім және кеудемде эмоциялар толқынының көтерілгенін сездім. Мен мұны істедім. Мен оның денесін инфекцияға дейінгі күйіне қайтардым. Бұл зомби вирусының енді өлім жазасына кесілмейтінін білдірді. Бұл жаңалық мені бүкіл ғимаратты жөндеуден де қатты толқытты. Егер мен зомби вирусын емдей алсам, бұл менің көбірек адамдарды құтқара алатынымды білдіре ме? Мүмкін мен бұл апокалипсисті тоқтата алатын шығармын. Менің басымда үлкен жоспар қалыптаса бастады. Бірақ алдымен жеке істерімді шешуге тура келді. Мен Шен Линге қоңырау шалып,
Лихо деп аталатын тірі қалғандар тобы туралы қандай да бір жаңалықтар бар жоғын сұрадым. Оның ішінде Чен Ян, өрт сөндіруші Рангади және менің бұрынғы Лужу Ян бар. Шен Линк картаны ашып, шығыс округіндегі үлкен супермаркетті көрсетті. Біздің мәліметіміз бойынша, олар бұл орынды иемденген. Бұл шығыс округтегі ең үлкен топ. Олардың жетекшісінің аты Чен Ян. Ол дейдің ең жоғары дәрежелі өрт сөндірушісі. Менің көз алдымда суық жарық етті. Ертең көршілерімізге қонаққа барайық. Келесі күні мен өзіммен бірге Шен Линк пен Блейд отрядын ғана алып келдім. Мен модернизациялап жатқан, бұрындалған жол талғамайтын көлікке отырып, тура сол үлкен супермаркетке бардық. Ол нағыз бекініске айналды. Қарулы күзетшілер қабырғаларды тізіп тұрды. Біздің сыртқы келбетіміз оларды ескертті. Есіміңді айт. Шен Линк көлігінен еңкейіп, Линфан Ланбей базасынан деп айқайлады. Біз жалын базасының жетекшісі Чинанға келдік. Қабырғадағы адамдар мен туралы естімегені анық, бірақ олар Ланбей базасы туралы білетін. Көп ұзамай супермаркеттің басты қақпасы ашылды. Оның ішінен қызыл былғары куртка киген адам шықты. Оның артынан Луруан келді. Ол күлімсіреп, жағымпазданды. Бірнеше ай өтті. Луруан жақсы қоныстанған сияқты. Ол мені көргенде тоңып қалды. Содан кейін оның бет әлпетіне менсінбеушілікпен өзін өзі ақтайтын артықшылығы әсер етті. Жарайды. Ол жерде аман қала алмаған Лин Фан болуы мүмкін бе? Көмек сұрап жалынға қарай жорғалап кетті. Ол мені әлі де оның қорғауын қажет ететін, аянышты жеңілген адам ретінде көретін шығар. Ченанда менің көзіме жас алды. Әсіресе артымнан Шен Лин мен пышақ жасағын байқаған кезде оның көзінен қырағылық пайда болды. Бірақ жалпы алғанда оған әсер етпеген сияқты. Баз Ланбей бұл туралы ешқашан естімеген. Біз жүк тиегіштерді қабылдамаймыз. Біз бәріміз осында аман қалғандықтан көліктеріңіз бен керек жарақтарыңызды қалдырыңыз және сәтсіздікке ұшыраңыз. Ол күліп жіберді. Ол өзінің төмен деңгейдегі атыс қаруы оны мызғымас етеді деп сенді. Луруан оған қолын созды. Естисің бе, Линфан? Ескі күндер үшін мен саған айтамын, мақтанба. Бұл күйде сен тіпті Чинанның аяқ киімінде тазалай алмайсың. Мен оның жайбарақат физиогномиясына қарадым да кенет күлдім. Луруан, сен маған лақтырған бос тез дайындалатын кеспе шынаяқ есіңде ме? Луруан тоңып қалды. Мен бұл туралы неге айтып тұрғанымды білмей қалдым. Бұл тез дайындалатын кеспе кесе деген не? Есімде жоқ. Бұл жерден кет. Сен менің жолымда тұрсың. Мен күлуді қойдым. Менің көзім суып кетті. Бұл сенің есіңде жоқ шығар. Бірақ есімде. Бүгін мен саған осыны жеу үшін келдім. Луру Ян өміріндегі ең күлкілі әзілді естігендей болды. Ол маған саусағын көрсетіп күлді. Ленфан, сен жындысың ба? Маған бір кесе кеспе жеуге рұқсат етіңіз. Сенің бұған қандай құқығың бар? Чен Ян күлімсіреп, екі қолын кеудесіне айқастырды. Өте батыл сөздер. Балақай, саған сабақ бермесек, өлім сөзінің қалай жазылатынын да білмейтін сияқтысың. Ол сөйлеп болған сәтте алақанында жалындаған от шары ұйып, қатты ыстық шығарды. Блейд отрядының мүшелері бірден қорғаныс позицияларын иеленді. Тек Шоненг екеуміз бір орында тұрдық. Мен оның қолындағы отты шарға қарадым. Мен басымды шайқадым. Сенің қолыңнан бәрі осы, аянышты. Мен сөйлеп тұрғанда қолымды көтердім. Алақандағы жалындаған от шары, Чен, мен желдегі шам сияқты сөнген жоқпын. Жеңіл тыныспен ол ауада жоғалып кетті. Ченнің жүзіндегі жайбарақат күлкі, мен бірден тоңып қалмадым. Ол сенбей бос алақанына қадала қарады. Не болды? Менің отым қайда? Ол тағы да өз қабілетін шақыруға тырысты. Бірақ қанша тырысса да ешбір ұшқын тұтана алмады. Оның Рангади отын басқарудағы құнды қабілеті жоғалып кетті. Сен маған не істедің? Чен Ян шошып, маған саусағын көрсетті. Оның дауысы қатты шықты. Мен оған жауап бермедім. Мен жай ғана қорқыныштан тоңып қалған Луруанға бұрылдым. Енді сен маған не құқық беретінін түсіндің. Луруанның ерні дірілдеп кетті. Оның беті өлімші бозарып кетті. Ол жаңа ғана не болғанын білмеді. Бірақ ол менің қорқынышты отты қабілетімнің үнсіз сөніп бара жатқанын көрді. Қорқыныштан ол екі сөзді де байланыстыра алмады. Шенлин оны менің алдыма бір қап картоп сияқты лақтырып жіберді де, оны тізе бүктірді. Оның бетінен жас ағып, мұрнынан су ағып жатты. Ол мейірімділік сұрап дұға етті. Мен бұл аянышты көріністі ешбір эмоциясыз көрдім. Мен қалтамнан бірдеңе шығардым. Бұл маған лақтырған сиыр етінен жасалған бұқтырылған кеспенің ұсақталған пакеті еді. Мен оны осы уақыт бойы сақтадым. Менің қолымдағы бос қаптама бірден кеспенің жаңа порциясына айналды. Мен қаптаманы жыртып, кеспе мен дәмдеуіш пакеттерін сілкіп тастадым. Тек бос қағаз ыдысты қалдырдым. Мен оны Луруанның алдына қойдым. Луруан жердегі бос ыдысқа қадала қарады. Оның беті өлген адамға қарағанда бозарған. Ол менің қалжыңдамайтынымды түсінді. Дірілдеген қолдарымен ол қағаз тостағанды көтеріп, барлығының көзінше оны жеуге мәжбүр болды. Оның бетінен жас ағып, мұрнынан су ағып жатты. Чен Ян мұны көріп, ақыры оның қандай сұмдық адаммен араласқанын түсінді. Оның аяғы қысылып, ол да тізерлеп отырды. Мен оған қарамадым. Мен Луджу Янды орамамен бірге қағаз тостағанды жұтып қойғанша үнсіз бақылап отырдым. Осының бәрі әйгілі базаның құлауы мен күткеннен де оңай өтті. Көшбасшысының қабілетін жоғалтып, менің әдістерімнен қорқып,
олар ұрыссыз дерлік бас тартты. Мен екі базаны және Блюбей базасын біріктірдім. Қаланың шығыс бөлігіндегі ең күшті аман қалған адам болды. Леруанмен жұмыс істегеннен кейін мен барлық күшімді базаны дамытуға және табиғаттан тыс қабілеттерді зерттеуге жұмсадым. Менің зомби вирусын емдей алатыным белгілі болғаннан кейін, ол бүкіл әлемді дүр сілкіндіреді. Өзімді қорғауға күшім жетпейінше, мен мұны құпия ұстауым керек. Мен ата-анам басқаратын құпия медициналық зертхана құрдым. Әсіресе жұқтырған адамдарды емдеу үшін. Оларды әлі де құтқаруға болады. Мен емдегендердің барлығы маған шын жүректен ризашылықтарын білдіріп, менің ең адал ізбасарларыма айналды. Менің ықпалым тез өсті. Осы уақыт ішінде мен тірі қалғандардың басқа топтарымен де кездестім. Мен достарыма керек жарақ пен көмек ұсындым. Мен жауларыма мейірімділік танытпадым. Линфани есімі бірте-бірте аңызға айналды. Біреулер мені құтқарушының діни қызметкері десе, енді біреулер мені жойылудың жын перісі деп атады. Бірақ олар не айтса да, бір фактіні жоққа шығара алмады. Мен осы ақырзаман әлемінің шыңында тұрдым. Бұл апокалипсистің 5-ші жылы. Блюбей базасы 100 000 халқы бар мегаполиске айналды. Бізде кешенді қорғаныс жүйесі, өзін-өзі қамтамасыз ететін ауыл шаруашылығы және қалпына келтірілген қоғамдық тәртіп болды. Мұнда адамдар тағы да күлді. Ал мен осы қаланың жасаушысы және қамқоршысы ретінде көпшілік алдына сирек шығатынмын. Мен уақытымның көп бөлігін қала орталығындағы ең биік мұнараның басында өткіздім. Ол жерден өз қолыммен салған қаланың көрінісі ашылды. Менің қабілеттерім де адам танымастай өсті. Менің көз алдымда болғанның бәрін жаңарту үшін маған енді физикалық байланыс қажет емес еді. Мен құнарсыз жерді жаңартып, оны құнарлы ете алар едім. Мен ластанған суды тазартып, оны тазарта алар едім. Менің күшім шынайы Құдайдың күшіне жақындады. Шон Линг енді Үміт қаласының жоғарғы қолбасшысы болды. Ол менің артымда тұрып, соңғы оқиғалар туралы есеп берді. Мырзам, батыстан бір топ адам келе жатыр. Интеллектке ие сыныптан мутацияға ұшыраған зомби. Интеллектке ие сыныптан мутацияға ұшыраған зомби. Сығыласындағы зомби апокалипсистің соңғы апаты болып табылады. Олардың әрқайсысы бүкіл қаланы жоюға қабілетті. Осы сөздерден менің көзім алысқа қарады. Мен аспан мен күнді жауып тұрған жүздеген миллион зомбилердің қара толқынын көрдім. Ал оның ортасында сүйек тағында император сияқты сыныптағы зомбилер отырды. Ол да менің оған қарап тұрғанымды сезгендей болды. Оның қан қызыл көздері менің көзіммен кездесті. Жан түршігерлік психикалық қысым 100 миль қашықтықты жүріп өтіп, маған тура келді. Шон Линд тынысы тарылып, беті өлімші бозарып кетті. Бірақ мен жай ғана қолымды бұлғадым. Қысым түтін сияқты сейілді. Бітті. Шон Линд терең демалды. Оның көз қарасы қатты болды. Үміт қаласы соңына дейін сенімен бірге болады. Мен күліп, басымды шайқадым. Жоқ. Біз өлмейміз. Мен оған бұрылдым. Және бұл қалада, осы апокалипсисте бәрі дәл қазір аяқталады. Мен Үміт қаласынан шықтым. Бір қала қабырғасында аспан мен жерді жұтуға дайын болып көрінген зомби толқынына қарап тұрды. Қала ішінде 100 000 тұрғын мені алып экрандардан тамашалады. Олар қобалжыды, қорықты, бірақ бәрінен бұрын сенді. Сыныптағы зомбидің гүрілі олардың жанын жұлып алғандай болды. Ол ордаға соңғы шабуылды бастауды бұйырды. Мен бүкіл әлемді құшақтағым келгенде қолымды ақырын көтердім. Бәрі мені қатты соққы беремін деп ойлады. Бірақ олар қателесті. Менің бетімде кісі өлтіруге деген құштарлық жоқ. Тек мейірімділіктің көлеңкесі болды. Менің күшім жойылуға емес, қайта тірілуге арналған. Мен көзімді жұмып, бар күшімді босаттым. Ештеңені тежемей, ешбір зомбиді көздемей, бір нүктені көздемей, оны осы жараланған, сынған, өліп жатқан әлемге бағыттадым. Уақыт тоқтап қалғандай болды. Адам айтқысыз нұр, нәзік, бірақ бітпейтін ақ нұр менің ішімнен шығып, бүкіл әлемге тарады. Жарық зомбилерге тиген жерде олар қатып қалады. Олардың шіріген еті қалпына келе бастады. Олардың бұлыңғыр көздері тазарып кетті. Олардың көз қарасындағы қатыгездік пен қанішерліктің орнын шатасушылық пен адамдық эмоциялар басты. Жерге нұр шашып тұрды. Жарылған және кеуіп қалған топырақтан жасыл шөп шықты. Сұр тұман сейіліп, көздеріне олар көп жылдар бойы көрмеген ашық көк аспанды ашты. Сүйек тағына отырған сыныптағы зомби оның денесінің қалай өзгеріп жатқанын көріп шошып кетті. Ол қарсы тұруға тырысты, бірақ оған көмектесе алмады. Бұл ғаламның пайда болуынан пайда болған алғашқы күш еді. Ақырында ол да адам кейпіне еніп, өз қолына түсініксіз қарады. Бүкіл әлем жаңарды. Вирус жұқтырғандардың барлығы қалыпты жағдайға оралды. Ақыр заманның кесірінен жойылғанның бәрі осы 5 жылдық қорқынышты түстек елес сияқты өмірге келді. Үміт қаласында өлі тыныштық орнады. Барлығы осы ғажайыптан шошып, экрандарға қарап отырды. Қанша уақыт өткенін ешкім білмеді. Алдымен бірі адам қуаныштан жылады. Содан кейін екіншісі, содан кейін үшінші адам. Ал қазір бүкіл қала жаңарған әлемді дүр сілкіндірген қатты айқайдан дірілдеп кетті. Олар менің атымды айқайлады. Мен қала қабырғасында жеңіл самалдың иісін сезіп тұрдым. Мен бұрылып қарасам, Шен Линді көрдім.